Гүлназ Қасымбек каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға дәмімен ғана емес, түрімен де баурап алатын гарнирдің дайындау әдісімен бөлісетін боламын. Картоптың қабығын ашымайтын болғандықтан жақсылап міндетті түрде жуып, ас сөгісімен сүртіп аламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай астына ағаш таяқшаның көмегімен жұқа етіп кесіп шығамын. Ағаш таяқшаның көмегі картопты кескен кезде пышақ бір жерге тиеді және кесу барысында тегіс болып шығады. Міне осындай әдемі болып шығады. Соусына менің жағдайымда тұз, қара бұрыш, тәтті қызыл бұрыш, аскөк және күнбағыс майын қолдандым. Соустың рецептіне қатып қалған қағида жоқ, сондықтан неше түрлі дәмқосарларды қосып та алмастыруға болады. Барлығын жақсылап араластырамын және де жаңағы ортасы кесілген жерлеріне де майдың баруын қадағалаңыздар. Болашақ картопқа дайындалатын гарниріміз дайын болып қалды. Енді ортасына міндетті түрде майлары жағылуы керек, соны да қадағалап, барлығын бірлеп тексеріп шығамыз. Қызып тұрған пеште 190-200 градус шамасында піскенге дейін пісіремін. Менде картоп кішкентай болғандықтан 45-50 минут уақыт кетті. Пісу барысы картоптың көлеміне байланысты және сұрыпына, яғни сортына да байланысты. Осымен біздің картопымыз дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Әр апта сайын шығатын жаңа видео рецепті жіберіп алмас үшін каналыма жазылып қойыңыздар.